Ассалаумағалейкум қадірменді тыңдарман. Бүгін ақпанның 28-і Жайық пресс медиа холдингі дайындаған ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Алдағы ұлы жеңіс мерекесі қарсаңында Оралдағы Достық даңғылында қазақтың 3 батыр қызына ескерткіш орнатылады. Бұл туралы облыс әкімдігінде өткен жиында айтылды. Биіктігі 5 метрлік ескерткіш композицияда ортада Мәншүк Мәметова, оның екі жағына Әлия Молдағұлова мен Хиуаз Доспановының бейнелері сомдалған. Композиция Астанада қоладан құйылуда. Жобаға жұмсалатын 139 миллион теңге облыстық бюджеттен бөлінген. Ал Мәншүктің бұрынғы ескерткіші реставрацияланып, одан кейін аудандардың біріне беріледі. Жайық пресс жаңалықтары. Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасының директоры Нұрлан Қайыршиннің айтуынша, нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру шеңберінде бизнес бастау жобасына Зеленов, Ақжайық, Теректі, Қазталов және Жаңағалы аудандары қатысады. Бұл жоба кәсіпкерлік қызмет арқылы аудан халқын жұмыспен қамтамасыз етуге бағытталған. Оқыту аяқталғаннан кейін ең табысты бизнес жобаларының авторлары жеңілдікті несие беру бағдарламасының қатысушылары қатарына қосылады. Айта кетейік, ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамы, облыс әкімдігі және өңірлік кәсіпкерлер палатасы бірігіп, аудандарда микрокредиттік жобасын жүзеге асырмақ. Бұл жоба бойынша ауылдық жерлердегі кәсіпкерлерді қолдау мақсатында жергілікті әкімдік пен ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамы әрқайсысы 300 миллион теңгеден қаражат шығармақ. Жиналған 600 миллион теңге өз кәсібін жаңадан бастаған ауыл кәсіпкерлеріне 7%-мен несиеге берілмек. Кәсіпкерлерге берілетін несие көлемі 17 миллион теңгеден аспауы керек. Бұл ретте кәсіпкерлер ауылдағы саман үйлерін, техникаларын және басқа да құнды заттарын кепілдікке қоюы тиіс. Жайық пресс жаңалықтары. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы міндетін атқарушы Нұржамал Жұмағұлованың айтуынша, облысқа тар шеңберлі 55 маман жетіспейді. Өңірді жетіспейтін мамандармен қамту мақсатында басқарма басшылығы Ақтөбедегі еңбек жәрмеңкесіне арнайы барып қатысқан. Осы жұмыстардың нәтижесінде Ақтөбе медициналық академиясынан биыл түлегелі отырған батыс қазақстандық 80 жас маман облысқа жұмыс істеуге келмек. Жайық пресс жаңалықтары. Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгіновтің төрағалығымен өткен кеңесте облыстық құрылыс басқармасының да есебі тыңдалды. Басқарма басшысы Арман Өксікбаевтың есебінше, өңірде биыл 6 мектеп салынады. Қала әкімі бір мектеп құрылысына жобалық құжаттама дайындалып жатқанын айтты. Облыс әкімі басқарма басшысына көл табанды суармалы жерлерді қалпына келтіру бағытындағы жұмыстар пысықталып, бір жұма уақыт ішінде аудандарының басшыларына нақты жұмыс жоспарын жасау қажеттігі ескертілді. Ирригациялық жүйелерді жасау елбасы тапсырмасы. Шаруашылықтарға мал басын өсіруге септігін тигізетін жүйелерден бастайық, деді Алтай Көлгінов. Басқосуда есеп беруші Нұрлы жол, Нұрлы жер, елді мекендерді ауыз сумен қамту бағдарламалары бойынша атқарылып жатқан жұмыстар жайын баяндады. Облыс басшысы аудандарға алдағы жылы атқарылатын жобалар бойынша құжаттама дайындауды тапсырды. Жиында жемқорлық фактілері болуы ықтимал жағдайлар талқыланып, құрылыстың сапасына, қаржының игерілуіне, құрылыстың сәулеттік келбетіне назар аударылуы талап етілді.